Сәлем баршаңызға достар. Менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бүгін біз өте оңай торт дайындайтын боламыз, яғни қолжетімді заттардан. Ол үшін бізге сгущенка керек. Оны құйып алдым ыдысыма. Оның үстіне екі тұқымымызды салып, әбден араластырып аламыз. Бұл торт өте оңай және өте простой рецепті. Және де оның үстіне ұн салып, оның үстіне 1 чайный ложка разрыхителімізді салып, қамырымызды жасаймыз, яғни венчиктің көмегімен әбден араластырып аламыз. Міне осындай қоймалы масса пайда болды. Енді ол массамызды табамызға май құйып, май жағып, және оның үстіне қамырымызды құйып пісіріп аламыз. Қамырымыз піскенше біз кремін дайындайтын боламыз. Неге креміне осындай заварной крем, магазиннен алдым осындай крем, бірінші дайындайын деп жатырмын. Достар, қазір бірге көретін боламыз, қалай болатынын. Ол үшін осы пакетиктің ішіндегі барлық осының ішіне ұнтағымызды салып аламыз ыдысымызға барлығын жақсылап. Және де оның үстіне 300 мл сүтімізді құйып, екеуін әбден венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Мінеке араластырып жатырмын. Әбден араласу керек, чтобы ешқандай ішінде түйіршіктер болмас үшін. Және де оны астын жай қойып, қайнағанша үстіп венчиктің көмегімен араластырып тұрып, тоқтатпай қою масса жасап аламыз. Осындай қою масса менде пайда болды. Енді бұны суыту үшін біз холодильникке бетіне салафанды жауып қойып қоятын боламыз жарты сағатқа. Неге жарты сағаттан кейін мен холодильниктен кремімді алып, оның үстіне 100 грамм сливочный майымды салып, венчиктің көмегімен тағы да араластырып алдым. Неге менің кремім дайын болды, достар. Бізде осындай 4 коржық нәзік, өте дәмді, өте нәзік коржықтарымыз пайда болды. Енді осындай ыдысты алып, мен жинайтын болам тортымды. Мінеке осылай кремімізді жағып, бір-бірлеп коржықтарымызды үстіне қойып, осындай тортты жинап алдым. Мінеке почти что тортым дайын. Барлық жеріне кремді жақтым. Енді бетін жауып, тағы да кішкене жарты сағатқа холодильникке қойып аламын. Холодильникке қойып алдым. Одан кейін алғаннан кейін бетіне осындай шоколадты, тверді шоколадты теркадан өткізіп үстіне сеуіп әсемдедім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Әртүрлі жеміс-жидектерден клубника, голубика қойсаңыздар өте күшті болады. Және де тортты жинаған кезде арасына банан салып жинасаңыздар да болады. Енді мен үй жағдайында бағана бар нәрсемен жасадым. Міне кескен кезде осындай өте нәзік болып кесіледі. Және де торт өте жұмсақ болғаннан кейін осылай болып кесілді. Мінеке арасы осындай, коржықтарым жақсы көтерілген. Бұл рецепт өте оңай, достар. Сіздерге кеңес беремін, осы рецептпен тортты жасаңыздар. Неге ыдысқа тарелкаға салған кезде өте дәмді. Менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, достар. Баршаңызға рахмет, ас болсын.